Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен өте дәмді рогаликтің рецептісімен бөлісемін. Өте жұмсақ, ерекше, иісі де өзі де дәмді болып шығатын рогалик. Дәл осы видеодағыдай әдемі болып шығады. Біздің рогалигіміздің құрамына ұн, ашытқы, жылы сүт, сармай, қант, шым-шым тұз керек болады. Жылы сүтімізді құйып, шым-шым тұзды, қантты, сармайды шамалап, ашытқы салып, қасықтың көмегімен қамыр илейміз. Дәл осылай қамыр илеңіздер. Енді қолдың көмегімен қамырдың басын біріктіру үшін қолдың көмегімен қамыр илейміз. Біздің қамырымыз дайын. 1 сағатқа үстінен пакет жауып, жылы жерге орамалмен орап қалдырамын. Біздің қамырымыз көтеріліп, ашып, дайын болды. Мен 2 бөлікке бөліп алып, дәл осы видеодағыдай ұнмен жайып алдым. Осылай жасап алып, рогаликтің пішінін беру үшін дәл осы видеодағыдай кесіп шығатын боласыздар. Еріген сармайды жағып, корица мен қантты араластырып алдым мен алдын ала. Соны сеуіп шығасыздар. Енді шетін кесіп, рогаликтің пішіні әдемі болу үшін дәл осы видеодағыдай кесіп, орап, формамызға жинаймыз. Формамызға жинап алып, жұмыртқаны жағатын боламыз. Барлық жеріне әдемілеп жағып, әсемдік үшін мен күнжіт пайдаландым. Сіздер мақ, қант сеуіп шығуыңызға болады. Өте әдемі болып шығады. Енді қызып тұрған 200-220 градуста пісіріп аламыз. Біздің рогалигіміз дайын. Видео рецепт ұнаса, каналыма тіркеліп, лайк басып, қолдау көрсетуді ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Эльмира. Тағы да әдемі видео рецепттер болатынына сенемін. Менімен бірге болыңыздар.